Достарды біз қорғаймыз. Қиын шақта қолдаймыз. Біздің топта ол қыздар тату тәтті ойнаймыз. Балалар, біздің топта тату тәтті ойнаймыз ба? Енді біз осы жақсы көңіл күймен ашық оқу әрекетін бастайық, балалар, отырып. Ертегі білеміз? Дұрыс айтасыңдар, бауырсақ ертегісі. Тағы қандай ертегі білеміз? Шалқан ертегісін біледі екенбіз, балалар. Тағы қандай ертегі білеміз? Қызыл терпе ертегісі, балалар, біз көп ертегі білеміз. Осы ертегілердің ішінен біз, балалар, бүгін шалқан ертегісіне тоқталып өтеміз. Біз бұл ертегіні бұрында білетінбіз. Қазір сендердің естеріңе түсіріп кетейін. Баяғы бір заманда кемпір мен шал болыпты. Кемпір мен шал көктем түскен кезде балалар шалқан егіпті. Шалқан үлкен боп өседі, балалар. Жаз бойы шал суғарып, шөбін жұлып, оны күтіп баптайды екен. Содан кейін, балалар, күз түсіп, енді қазып алатын кез болған кезде, балалар, шалқанды жұлып алайын десе, жұлынбайды екен. Шал тартады екен, тартады, шалқанды жұлынбайды екен. Содан кейін кемпірім, кел, шалқанды көмектес, тартайық, шығарайық дейді. Сөйтіп, шалқанды екеулеп тартады. Тартады, екеуі бүйтіп, шығара алмайды екен. Содан шалқанды ары тартады, бері тартады, шығара алмай қояды. Сөйтіп, көмекке кемпірін шақырады. Кемпірім, кел, шалқанға көмектес дейді. Сөйтіп, екеуі шалқанды ары тартып, бері тартып, шығара алмай қояды. Сөйтіп, кемпірі қызын шақырады. Қызым, кел, маған көмектес. Шалқанды шығара алмай жатырмыз дейді. Үшеуі жағылып, шалқанды ары тартады, бері тартады, шығара алмай қояды. Сөйтіп, немере қызы күшігін шақырады екен. Күшігім, кел, маған көмектес. Шалқанды шығара алмай жатырмыз дейді. Сөйтіп, төртеу болып, шалқанды ары тартады, бері тартады, шығара алмайды. Сөйтіп, балалар, күшігі мысығын шақырады. Мысығым, келе ғой, маған көмектес дейді. Сөйтіп, олар ары тартады шалқанды, бері тартады, шығара алмайды. Сөйтіп, енді мысық тышқанды көмекке шақырады. Тышқан, кел, бізге көмектес, біз мына шалқанды шығара алмай жатырмыз дейді. Сөйтіп, сендерге ертегі ұнады ма? Иә. Балалар, жерге шал не екті? Не? Шалқан. Дұрыс айтады Раяна. Шалқан екті шал. Шалқан үлкен боп өсті. Балалар, мынау кім? Ата. Дұрыс айтасыңдар. Ата бұл. Енді ретімен қойып үйренейік. Ал мынау кім, балалар? Апа. Дұрыс айтасыңдар. Бұл апасын шақырды. Енді шалқанға көмектесу үшін. Дұрыс айтады. Қызы көмекке келді. Күшік. Енді көмекке қызы күшігін шақырды. Күшігін шақырды. Енді көмекке кім келеді, балалар? Мысық келді. Мысығы келді. Мысық кімді шақырды, балалар? Қоян. Балалар,
koyunlar? Tышқан екен балалар, е? Міне, балалар, осы көмектің арқасында шалқанды барлығы көмектің арқасында не қылып апты? Жұлып апты, е? Шалқан үлкен боп өседі да, шалқанды ары тартады, бері тартады, шығара алмай қояды. Сөйтіп, шал кемпірін шақырыпты. Кемпірі екеуі шалқанды ары тартады, бері тартады, шығара алмай қояды. Кемпірі қызын шақырыпты көмекке. Енді үшеу болып шалқанды ары тартады, бері тартады, шығара алмай қояды. Қызы күшігін шақырыпты. Шалқанды төртеу болып ары тартады, бері тартады, шығара алмай қояды. Күшігі енді мысығын шақырыпты. Мысығын шақырыпты. Бұлар шалқанды ары тартады, бері тартады, шығара алмай қояды. Мысығы күшігін, тышқанын шақырыпты. Тышқан келіп, барлығы шалқанды ары тартып, бері тартып, шалқанды жұлып алыпты. Сендерге шалқан ертегісін сахналаған ұнады ма? Ұнады, е? Біз енді осы шалқан ертегісін суретте көріп, балалар ретімен қойып үйренейік. Балалар, шал не епті? Шалқан епті. Келе қой, Раяны сен қой қойшы. Нұрым келе қой. Атаны шалқанын жеріне қой. Балалар, енді шал көмекке кімді шақырды? Жоқ, ата көмекке кімді шақырды? Апаны шақырды. Сезім келе ғой. Балалар, енді көмекке кім келді? Қызы келді. Нариман келе ғой. Балалар, енді көмекке кім келді? Күшік келді. Нұрәлі келе ғой. Күшікті жапсыр. Балалар, енді көмекке кім келді? Мысық келді. Нұрежан келе ғой.
Ярайсың. Балалар, енді көмекке кім келді? Тышқан келді. Қадыр келе ғой. Балалар, ертегі сендерге ұнады ма? Ұнады, иә? Сендер бүгін Шалқан ертегісін жақсы түсініпсіңдер. Міне, рет-ретімен өздері қоя білдіңдер, иә? Сендер бүгін сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Сахналай білдіңдер өздерің. Сендер өте жақсы сабаққа қатыстыңдар. Рахмет балалар сендерге.